аны әперіп жібересіз ба дегенде өзің алшы деген сөзің қауіпті сөз, ол қауіпті сөз, ол мұъмин үшін. Қияметке иман келтірген адамға олай сөйлеуге болмайды. Мә бауырым, қандай настроениесіз отырсаң да ол жерде ешкімнің кінәсі жоқ, сізде настроениең жоқтығына. Сен өзің кінәлімсің. Әркім өзі кінәлі. Сенің жұмысыңда бір жерде бір машинаның дөңгелегі жарылып келіп, үйіңе бүкіл атмосфераны өзгертуге хақың жоқ сенің. Неге сен бүкіл адамды бұзасың? Қараңыздар қандай мәселе. Пайғамбарымыз салам тіпті сапардан келгеннің өзінде, мысалы қарасаңыз, бір адамды жіберіп келе жатыр деп хабар айта салыңызшы деп. Мына үйдің ішіндегі атмосфера жақсылап дайындалып, Айша анамыз мысалы әйелдері, жұбайлары дайындалып, жуынып, шаштарын дұрыстап, есік ашқан кезде ассаламу алейкум деп кіріпті. Ешбір проблемаңды әкелмей бұл жаққа. Адам ғой бәрі. Сосын проблеманы ұлғайтып үйретпе үйде. Раббың бар емес па сенің кез келген проблеманы шешетін? Неге шеше алмаймыз біз оны? Өйткені біз бір нәрселерді кешіктіріп жүрміз. Біз кешіктіріп жүргеннен кейін анау да кешігіп тұр. И ол кешіге береді. Өйткені Аллах тағала қалаған нәрсесін істейді. Біз қалағандай болып кетпейді. Ананы бер, сонда берем дейді Алла тағала. Бірақ сондай рахымды, қаншалаған нәрсені лайықты болмасақ та бере береді екен. Қаншалаған қателіктерімізді елемейді де екен да. Бірақ мұъминнің жүрегі бәрібір Алланың алдында жақсы жүректер қатарында. Не сол жақсы жүректерді одан сайын жақсы болу үшін айтып отыр Алла тағала жаңағы аяттарды. Одан сайын жақсы бола берсе екен. Өйткені дәреже өзіңе ғой дейді ертең ақыретте. Ақыреттің байлығы саған ғой дейді ол. Сондықтан көп аяттарда айтады. Ман тазакка фа иннама ятазакка ли нафсиhi. Қараңыздар, кім тазарып жатса күнәлардан, өзі үшін тазарып жатыр дейді. Қараңыз, мен мұқтаж емеспін дейді. Ва ман жахада фа иннама южахиду ли нафсиhi. Кім өзімен күресіп, өзінің қалауына керісінше істеп жүрсе, өзі үшін керісінше істеп жүр дейді. Қараңыз, мен мұқтаж емеспін дейді бұл нәрсеге. Ва ман ихтада фа иннама яхтади ли нафсиhi. Кім түзу жолмен жүрем деп, түзу жолмен жүріп жүрсе, сөзсіз өзі үшін түзу жолмен жүріп жүр дейді. Өйткені ертең соның сыйын Алла тағала уәде етіп қойды. Ол оны береді.